Jaz fasılı özünün acayip tabiatı menen özge fasıllardan ajralып turadi. Atraf jap-jasıl. Salmalardan sıldırlap akkan sular janğa lezzet bağışlaydı. Aspanda jadıragan kuyaş, yelpip esken salkın samal, kullası pütkül tirşilik alemi özünün jaynap jasnau paytında. Әсіресе, бұл мәусім балалар үшін оғада кеуілді. Олар үлкен тәлепсізде бар құлла шала қалып жүрген ойынлары міне ұсы жазғы дем алыста давам етеді. Бала ойын менен өседі дейді біздің халқымыз. Соның ұшында әрбір ата-ана өз перзентінің балалық дәуірінде тойып ойнауын қалайды, һәм оған барлық мүмкіншілік жаратып береді. Ойын бұл балалар үшін тек әпуайы ғана уақыт өткеру емес, ойын арқалы бала организмі өсіп рауажланады. Ой өрісі өседі, ақыл парасаты қалыплеседі, сын сымбатлы, жігерлі, талапшан, бір сөз бенен айтқанда жетік инсанлар болып қалыплесе басылайды. Әрбір ата-ана өз перзентінің өзінің көрі бақытлырақ, өзінің көрі ақыллырақ болып өсуін қалайды. Сол ұшында перзент бауыр еттен жаралған деп айтылған болса керек. Балаларымыз біздің ата-бабаларымыздан кеятырған милли ойынларымызды ұмыту алдында еді. Бүгінгі ғаресіздігіміз себеплі бұндай милли қадіретларымыз өзімізге қайтып атыр. Аңғалақ ойыны бір қарағанда хоккей ойынын ядға салады. Бірден бір парқы ол мұзда емес, жерде ойналады. Хоккейде шайбыдар
Kız balalar oğa da sezimtallı boladı. Olar әсте келіп, маңлайына шертіп кеткен қарсыласының саусағынан таниды. Оны көзін жұмып отырып ақ аңлай біледі. Ал аңлай алмағалары тез арада ойыннан шығып қалады. Ойыннан шығып қалу бала үшін намыс. Соның үшінде бұл ойынға қызыққан әрбір жас өспірім өз ақыл ойын зеректілікке бағышлайды. Бұл ойында екі, ямаса оннан да көп қызлар ойнауына болады. Бірнеше қыз ойнаса, кезекілесу тәртібі мен бірінші, мен үйлеу шеберлігін өсіреді. Соның менен бірге ойынға қатынасқан әрбір балаға тәртібі, тазалығы, зеректілігі, ұқыптылығы бойынша қосық қатарлар менен лайықлы баға беріледі. Әрбір топар өз қатарларына екінші топардан ең жақсы ойыншыларды шақырып алады. Соның үшінде балалар мені шақырса екен деп құлшынып тұрады. Ақыры жақсы болуды кім қалемейді дейсіз? Құлласы біздің милли ойындарымыз балалардың әр тәріплеме өсіп рауажлануын тәминлейтұғын үлкен тапқырлық һәм зеректілік пенен ойлап табылған шынығулар болып есепланады. Bari geldi, koy bana, koy. Şimdi ben şıllıq oynap koydum. Şıllık? Koy oyna. Шүллік ойынын текарынан ер балалар ойнайды. Бұл ойынды әр қилы жастағы балалар ойнауына болады. Шүллік 20-25 сантиметр шамасындағы талдың шақасынан, ямаса жыңғылдың шақасынан екі таребі қалемдей болып жонылған болады. 50 сантиметр ағаштан дәстек таяқ соғылып, шүллікті кесесіне қойылатығын жердегі ойықты қазан деп атайды. Ойынды кім бірінші басылау керек? Мысалы, екі баланың аяқ қосып секіргенде ұзаққа секіргеніне байланыслы болады.
Uzakka sekirgen bala oyuncu birinci baslap beredi. Birinci. Birinci. Kazanға kesesine koyulgan şüllükті destek tayak benen köterip alıp ekinci bala turgan tarepke bar küçümenen uradı. Eğer urulgan şüllükті ekinci bala kakşıp alsa sol bala oyunda devam etedi. Eğer kakşı almasa şüllüktün tüsken jerinden kazanның üstüne koyulgan destek tayakka karay ılaqtıradı. Usu nerse 3 merte kaytalanadı. 3 röt şüllüktün tüsken jerinden Kazanға şekemge aralıktın екі bala birinci baladan neşe tayak dep soraydı. Ya 30 tayak. Birinci bala şama menen aralıktın neşe tayak ekenin aytadı. Solay etip şüllüktün tüsken jerinden baslap kazanға deyingi aralık tayak benen ölçenedi. Eğer aytılgan sanına jetpey kalsa ol balanın utulgаны. Al eğer bir екі tayak kemiz bolsa ziyanı yok. Sol balaga upay bolup kosuladı. On 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ulumaha jinagan upay yüzge jetse utkan bolup hesaplanadı. Utkan bala, utulgan balаны ekevi kelip belgilengen aralıkka zımlatadı. Zımlatu, utulgan bala zım dep ses çıkarıp belgilengen aralıkты juurup kaytığı gerek. Utulgan balanın kasına utkan bala juurup jüredi. Zımlagan balanın dem alıp koygan sesi kaytadan zımlatadı. Ya. O gülmen abi. Böyle. Bir çay iç. Oy. Bir geçelim bir şey desin. Oy. O böyle. O ballarının kaçarma oynayan topuğu. O kaçarman, orada dur, tam aşağıda paytayım. Kaşarman top yer balalar oyunu bolup ol tömendegi tertipte ötedi. Dastlap balalar iki tarafga mınanday bolup tep-beteng bölünedi. At gerek mi, eşik gerek mi? At gerek. Toptu şökülü uşun onu aldı menen iki taraf kelisi oturup 5 yaki 6 adım yer belgilenip top koyuladı. Birinci şökülügen bala topka tigize almasa onda ikinci tarafga nöbetli biredi. Eğer ol da tigize almasa usulayınca nöbet tayak taslağı devam etedi. Tayak tigenden keyin top kağatığın orun jatarman hem terip belgilenedi. İki taraf göz ara kelisi oturup teripti belgileydi. Teriptin uzunluğu şama menen 25-30 yamasa 50-60 adım aralığında boluğu mümkün. Terip belgilengen yer döngülük şengber edip sızıladı.
Топ қағатығын сызықтың қасында да дөңгелек шеңбер болады. Бұл жатарман деп аталады. 1, 2, 3, 4, 5. Топ қағылып кеткенден кейін бұлар әммесі жуырып, тәріпке барып қайтуы керек. Егер тәріптен айланып келуге үлгере алмаса, онда олардың әммесі, ямаса үлгере алмаған баланың өзі осы тәріпте тұрып қалуына болады. Өз тәрепі екінші рет топ қаққан уақытта қайтадан жуырып келіп, жатарманға жетіп алуына болады. Енді нәубетті беріп алған екінші тәрептің ойын қағидасы төмендегіше. Олардың біреуі топ қағушы өзінің қарсылас тәрепіне қағу үшін топты пас беріп тұрады. Ал қалған бесеуі тәріп бетте шашау болып тұрып, қағылған топты аңлайды. Егер топты жерге түсірмей, аспаннан қақшып алса, онда топ қағу нәубеті оларға ауысып, 3 дауға дейін қағуға миясар болады. Топ қағып тұрған қарсылас тәреп бұлардың орнына тәріпке шығады. Егер хауадан қақши алмаған жағдайда топты қуалап ұслап, жатарманнан тәріпке барып қайту үшін жуырып баратырған қарсылас тәрептің ойыншылардың біреуін топпенен ұрып тигізуі керек. Тигізсе, өз тәрепі топ қағу нәубетін жеңіп алады. Тигізе алмаса, тәріпте тұруын давам етеді. Топты хауадан қақшып алған тәреп қатарына 3 рет топ қағуға хақылы. Егерде 3 ретте тигізе алмаса, топ қағу нәубеті кейінгі ойыншыларға берілмейді де, керісінше әммесі қайтадан тәріпке шығуға мәжбүр болады. Қашарман ойыны өзінің қағидалары жағынан америкалылардың бейсбол ойынына ұқсап кетеді. Лекін бейсболға қарағанда біздің қашарманымыз бірнеше әсілдер алдын пайда болған. Vay vay, Kaşarman деген bizler oynayın edik. Yadında mı? Sınavında bera utat edik. Evet, Kaşarmandan utkanın bilen Ankara'dan utlar değil. Anlasın. Аңғалақ. Ойыншылар 7-9 баладан ібарат болып, әрбір ойыншыда бір-біреуден ағаштаяқ болуы керек. Екі тәрепке 4-4-ден 8 шұқынақ қазылады. Ортада арғы һәм бергі тәрепке 2 ошақ қазылады. Шұқынақлар бір-бірінен 1,5-2 метр аралықта болуы шарт. Ойынды кім бірінші басылау мәселесін шешу үшін ойыншылар 50 метр аралықтан жуырып келіп, таяқларының ұшын шұқырларға келіп салуы керек. Үлгермей қалған 9-шы ойыншы ойынды басылайды. Ол ойыншылардың арасынан өтіп, топты ошаққа келіп түсіруі керек. Қалған ойыншылар топты сыртқа қағып жіберуге тырысады. Топ сыртқа кетсе, екі тәрептегі ойыншылар шұқыр алмасады. Топ айдап келатырған ойыншы майдандағы ойыншылардың біреуінің шұқырын, оның таяғы шұқырдан шыққан уақытта
toptu sırtqa urup atılgan vaqtda şaqqallık menen alıp koyuu da mümkün. Bunday jagdayda şukursuz kalgan oyuncu oyunda davam etedi. Oyun top oşaqqa tüsken vaqtda gana tamam boladı. Hem jane qaytadan baslanadı. Angalak bir qaraganda hokkey oyununa uksas bolup keledi. Bundan kelip çıkıp Angalak hokkeyden alıngan eken dep qarauga bolmaydı. Sebebi bul oyun keşe bugün payda bolgan emes. Onun tarixi uzak hasillerden baslanadı. Belkim hokkey Angalaktan alıngandır. Angalakты halk aralık sport derecesine alıp çıksak, bul başka oyunlardan kem derecede bolmaydı. Bulmana kal. Ana ballar lan oynamadı bu. Hani yani. Bulmana kal. Lan gidigen bilir oynadık ha. Lanki degen ne? Daslep, ülküllüğü tengenin karamınday kalıp islenip, oğan korgasın kıyıladı. Korgasın kıyılmasdan aldın, kalıptın ortasında şırbının şöbünün juvanlığından ülkönürek, yamasa olluk şegenin diametrindey tesik kaldırıladı. Korgasın katkandan keyin kalıpten alınıp, ortadağı tesikten yeşkinin jönü tığız etip ötkeriledi. Jününün ötkerilgin jağı 5-6 santimetr uzunluktan tegis etip kıyılıp, korgasının ikinci jağındağı ötken uçu otqa tegis bolgança küydürüledi. Bul lanki dep ataladı. Oynav tertibi. Oyuncular öz ara kelisip jay tebiz üçün şek belgileydi. Жаңа үйреніп атырған балалар 25-тен белгілеуі мүмкін. Кейін 50-100 қатты шебер болып кеткен ойыншылар шекті мыңнан да қайтарады. Біздің ойынымызда уақытты алмау үшін шекті 5-тен белгілейміз. Жай тебіз оң аяқтың ішкі тарапы менен жалпағына тебіледі. Бұнда ләңкіні жерге түсірмей тебуі керек. Екінші басқыш шашқы деп аталады. Ол ләңкі тебетігін аяқты жерге тегізбей белгіленген шекке дейін тебуі тиіс. Үшінші басқыш пар, жұп деп аталады. Яғни екі аяқ пенен алма кезек тебіліп, бір пар, екі пар деген тәртіпте давам етеді. Төртінші басқыш люр деп аталады. Бұнда ләңкіні оң қолға ұсылап тұрып, ізге қарай ярым қайырылып, оң аяққа арт беттен пас беріледі. Pas verilgen lәңкіні оң аяқ беттен, арт беттен секіріп жіберіп тебу керек. Тепкі тиген ләңкі секіріп, жоғары көтеріледі. Оның түсу пайтында оң аяқ беттен, алды беттен бір теуіп, тағы да артқа pas беріледі. Осылайынша белгіленген шекке дейін ойын давам етеді. 4, 5. Әмме басқышта қарсыласынан бұрын тамамлаған ойыншы ұтқан есапланады. 10. Tepbek. Tepbek oyunu oyunculardan jasına hem kelisiliğine baylanıslı 6 yamasa 8 kletkadan ibarat boladı. Kletkalardan keyin yarımşar formasında sızılgan sızı kazan dep ataladı. Oyunda gezek menen tepbek birinci kletkadan baslap reti menen gezekpe gezek bir ayakta teуіп өткізіп, ақырына шекем теуіп өткізу керек. Төртінші клеткада екі аяқта дем алуға болады. Bastın ben, yap. 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 Bastın ben, yap. Bastın ben, yap.
Buna koyuyorum. Buna koyuyorum. Mana shopni jasiraman. Qaysisida? Aysultan tapdi. Aysultan 1-chi, men 2-chi, Asim 3-chi. Kaldım. Ay siz klasik koydunuz. O'yin bosqichma-bosqich davom etadi. Birinchi kletkadan boshlab oxirina дейін tevib chiqarib, keyin ikkinchi kletkadan boshlaydi. Keyin 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi o'yin o'sha tartibda eng oxirgi kletkagacha ham davom etiladi. Brata bak men uyalaman. Барлық клеткаларды атқарып болғаннан кейін үй алу болады. Яғни, бірінші клетканың алдында теріс қарап тұрған халда, иініне асырып теппек клетка таман тасланады. Теппек нешінші клеткаға түскен болса, сол клетка ойыншының үйі болып есептелінеді. Басқа ойыншы ол клетканы үй қылып алуға хақысы жоқ. Bir oyuncu birнеше үй алуға мүмкіншілігі бар. Төртке тоқтайды орта. 5-2-yim. Үй алып болғаннан соң, аспанға қараған халда сызықты көрместен клеткаларды адымлап өту керек. Әр клеткаға өткенде бастым ба деп сұрау шарт. Сызықты басқанын баспағанына қарап, яқ, ауа деп жауап беріп тұрады. Егер сызықты басып алса, ойыншы қателескен болса, кезектегі ойыншы давам етеді. Ойыншы өз үйіне келгенде клеткаларға қарап, кейінгі клеткаларды көріп алуға болады. Теппек ойыны балалардың аяқтағы бұлшық етлерінің шынығуына һәм ұқыплылыққа тәрбиелайды. Bastın. Ne oldu? Tepek oynayıp şaşıp kettim. Oy şükürüm. Bizler sendey vaktimizde tekbek oynayıp şaşasak, Bektaş oynayıp yemalat dedik şurağım. Bektaş? Ava.
Bektas. Oyunun maksatı balalarning diqqatini rivojlantiruv, qo'l ham qo'l barmoqlarining yetlerini chiniqtiruv bo'lib hisoblanadi. O'yinda 4-6 qiz jup bo'lib qatnashib, o'yinni teng boshlaydi. O'yinni bir necha bo'limga bo'lib o'ynaydi. Taslar bir xil ulkanlikda bo'lib 5-10 dana olinadi. Gelin kızlar, Bektas oyununu oynayın. Oturunlar. Birinci, ikinci, üçüncü. Oyun tartibi tömendegisi. Birinchi shart. Taslarni shashib beradi. Bir tas o'ng qo'linda qolib, onu yuqoriga alaqtirib, shashib berilgan taslar jinab olinadi. Bu birlik, ikilik, uchlik, to'rtlik, beshlik bo'lib bo'linadi. Birlikda birimlab olinadi, ikilikda ikkovlab, uchlikda dastlab birovun keyin uchovun, to'rtlikda to'rtovun qo'shib birdan oladi. İkinci şart abi toplam deb ataladi. Atadan boshqa bir taş yuqoriga alaqtirilib, qolgan taslar ko'rsatkich barmoq yordamida yer chiqib ko'rsatilib yerga qo'yiladi. Ham qaytadan sol tas alaqtirilib jinab olinadi. O'yin davomida tek o'ng qo'ldan foydalaniladi. Uchinchi shart qo's qo'l. Ikki qo'l tengini qo'shilib, bir qo'l o'ng, bir qo'l ters bo'lib turuvi kerak. Taslar iki qo'l yordamida irg'itiladi, ham sol vaqtda qo'l o'ngga ham tersga o'zgartiriladi. To'rtinchi shart yer ata. Bas barmoq bilan ko'rsatkich barmoqlar arasi ochilib, ko'rsatkich barmoq suq barmoq bilan birlashtiriladi. Bir tas o'ng qo'lda qolib, qo'l ata bo'lmawi kerak. Onu yuqoriga alaqtirgan sayin har tasli barmoqlarning yordamida ilgin shep qo'l barmoqlarining ostidan o'tkazib kerak. Bunda ata eng keyindan o'tadi. Keyin ikinchi ata, uchinchi ata, to'rtinchi ata, beshinchi ata dumpeshik bo'lib davom etadi. Ушата, Хайшата, Навата. Хайсата, Навата. Бесінші ата.
5. şart. Ayıp deb ataladi. Oң qol alaqanına taslar жинап alınады. Taslardı jo'qariga alaqtırıp qo'lning sirtına chiqaradi. Hem onu qaytadan qo'lning alaqanına alığı tiysiz. Ayıpta hech qanday tas tushpeu kerak. O'yin sulay etib jumaqlanadi. So'nggi bosqichda da yaxshi jumaqlab chiqqan qiz o'yinni yana qaytadan boshlab jiberadi. O'yin bu ret yekilikdan boshlanadi. Eğer yekilikten başlanğan oyun yani yaxşı jumaqlansa, kız oyunda üçlükten başlaydı. Kim oyun jеңіске erişken sayın bir basqıç көтеріліп bara beredi. Yalamay! Yalamay! Alamay! Yalamay! Yalamay! Alamay! G'ash! G'oz! Shi! G'oz! G'oz! Apa? Al canım. Nende vaqtingizda qanday o'yinlarni o'ynadingiz? Ey şükürüm, sendek vaqtida ko'p o'yinlar o'ynadik. Ana ma'na shertbek degan o'yin bor edi. Mangna shertbek? Ava. Shunda ne mangna shertama? Mаңлай şertbek. Oyun balalarning tapqınlığın, sezimtallığın ravajlandırады. Oyunga kişi jastagı yer balalar hem kızlar katnaşады. Dastlab oyun katnaşuvchilari iki tarafga bo'linib aluu uchun topar başçısın saylaydı. So'ng ular o'z qalevleri menen iki toparga bo'linadi. İki tarafning arasındagi aşıqlık 10-12 metr bo'lib, ular bir-birine qarama-qarshi to'g'ri siziq sızılıp, iki siziq boyuna jaylasadi. Köp jasıruv arqali o'yinda kim boslavi kerakligi sheshiladi. Her taraf o'zaro o'ylasib, bir komanda ikinchisini yetishtirmagan holda o'z a'zolarına laqab qo'yib oladi. Birinci oyunda başlagan tarafning başçısı, ikinci tarafning oyuncusunun ardından kelip, onun közün basıp durады. Hem özünün tarafındagi bir oyunchini qo'yilgan laqabı arqali chaqiradi. Chaqirılgan oyuncu közü basılıp turgan oyuncuning manglayına shertib o'rnina boradi. Közün açqandan keyin kimning shertkenin aytuv kerak. Eğer kimning shertkenin tapsa, sol balaning ati aytiladi durust tabılsa. Shertken bala oyundan çıkıp ketedi. Tapkan komandaga ochko beriladi. Oyun alma-gezek iki tarafta alıp barılады. Her bir oyuncu bir-birinden bargandan soң oyun tamamlanады. Qaysı komanda köp ochko toplasa, utqan hesaplanады. Oldur şıldır menemiz, oldur şıldır menemiz, oldur şıldır menemiz. Sarı. Oldur şıldır menemiz, oldur şıldır menemiz, oldur şıldır menemiz, oldur şıldır menemiz. Carlos Alberto. Hemet bayağı kalsın. Oldur şıldır menemiz, oldur şıldır menemiz, oldur şıldır menemiz.
Oldur şıldır yenemiz. 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 Oldur şıldır. Жасыл, ақтерек. Oldur şıldır menemiz. Oldur şıldır menemiz. Kuzik. Majnun Ақ теректі, көк теректі деген ойын маңында шекпектен қызық еді. Ha? Onun qanday oyun? Мен өзім саған үйретемін қызым. Akterek be Kökterek. Бұл ойын Қарақалпақ халық милли ойындарының бірі болып, ойын арқалы балаларды шаққаллыққа, әдеп икрамлыққа тәрбиелайды. Ойынды бірінші болып сайланған тәреп басылайды. Ойынды басылаған тәрептің балалары әммесі бірге қосылып, екінші тәрептің балаларына қарата, ақ терек пе, көк терек, бізден сізге кім керек дейді. Екінші топардағы балалар оларға жауап ретінде қыздың ямаса баланың атын айтып шақырады. Бірінші топардың атын айтып шақырған қыз жуырып барып, екінші топардың ұстасып тұрған қолларын жаздырып өтсе, қолын жаздырған баланы өзі менен бірге топарына ертіп алып қайтады. Ал егер қолын үзе алмаса, онда өзі сол топарға қосылып қалады. Ойын осындай кезекпенен қайталанады. Ойынның ақырында қайсы тәреп ойыншылары көп болса, сол топар жеңіске еріскен болады. Ақ терек те көк терек, бізге сізге кім керек? Тазалықлы тәртіпті, берің бізге артықты. Біздер бақтырмаймыз. Ақ терек пе көк терек, бізге сізге кім керек? Мінезі жақсы мұнайым, керек бізге гүлайым. Ақ терек пе көк терек, бізге сізге кім керек? Өзі шаққан азада, керек бізге айзада.
bering bizga qar jaudi. Hani ben yapmadım. Steven, umuz ya, umuz. Vay koca. Al sen benim elimi. Dilinizi koyarım da Elbette bizim halkımızın milli oyunların bir filmde tariflep hem üretip çıkığı mümkün emas. Oyun aytı түсіндіру menen emas, takrar oynaw menen öğreniledi. Halkımızın milli oyunlarının türleri oğada köp. Olarda akıl oy gösürүү oyunları, dene şınıktırуу oyunları, her xili hayt mereke oyunları dep klassifikasiялауda mümkün. Film davamında көрсөтүлген Kaşarman, Angılap, Länki, Bektas, Şüllük, Manglay Şertbek, Akterek ve Kökterek oyunlarından başka da tüyü bastı, ay görmek, soğur teke bakmak, kız kovalav, şır aylanba, usla toptu, arpa gürpe siyahlı bir neçe türleri var. Bulardan hemmesi de belgili bir maksatga bağdarlangan. Olardan biri balanın şakkallığın sınasa, ikincisi oylaw kabiliyetinin, akıl parasatının ölçemi. Al tağı biri tapkınlıkka, küçlülükke terbiyalaydı. Memleketimiz garisizliginin şarapatı menen, milli kadriyatimizin bir bölögü sıfatında ballarımızın milli oyunları da kayta kaliflesip toluqtırılıp batırı. Bizim maksatımız, gelecekte bu oyunlardan en saylandıların sport derecesinde ravajlandırıp, onu jahan sport derecesine kötörүү. Kadirli balalar, sizler az da bolsa özleriniz umuta basılagan milli oyunlardan oynaw kagydalary menen kaytadan tanış boldunuz. Olardı ravajlandırуу sizlerдің kolunuzda. Okuңlar, oynаңlar, ösüңler. Biz sizler menen milli oyunlarımızdan ikinci filminde de uçrasamız degen niyettemiz.